Оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен бірінші бөлімнің 41-ші сабағын түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Тақырып мәтін және оның түрлері. Бұл сабақтан мәтін түрлерін білетін боламыз. 17-ші жаттығу: суреттерге қара, әрқайсының мазмұнына лайықты мәтінді талдап ал дейді. Енді бұл жерде бізде 3 түрлі сурет берілген екен. Бірінші мәтінді оқып алайық. Бірінші мәтін: сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Екінші мәтін: құмырадағы гүл өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісі мұрныңды жарады. Үшінші мәтін: Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынған еді. Яғни бұл жерде тұрған 3 суретте қатарымен берілген екен. Бірінші мәтінге бірінші сурет сай келеді, екінші мәтінге екінші сурет сай келеді, яғни құмырадағы гүлді сипаттап жатыр екінші мәтінде. Үшінші мәтінде мұғалім мен Айболдың суреті берілген екен. Енді бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған дейді. Бірінші мәтінде балалар жайлы айтылған, яғни балалар гүлдің топырағын қопсытып, оған уақытылы су құяды. Содан кейін құмырадағы гүл қып-қызыл болып гүлдейді. Яғни бірінші мәтінде оқушылар мен гүл жайлы айтылған екен. Балалар алдымен не істеді дейді. Балалар гүлдің топырағын қопсытып, оған уақытылы су құяды. Енді содан кейін дейді. Содан кейін құмырадағы гүл қып-қызыл болып гүлдейді. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады дейді. Осы мәтінге біз не істеді деген сұрақ қойсақ болады екен, оқушылар. Келесі: бірінен кейін бірі болатын әрекет пен оқиға жайлы айтылып хабарланатын мәтін, ол әңгімелеу мәтіні деп аталады. Әңгімелеу мәтініне не болды, не істеді деген сұрақ қойылады. Қай мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді. Қандай гүл деген сұраққа жауап беретін ол бізде екінші мәтін, яғни құмырадағы гүл өте әдемі. Қандай? Өте әдемі. Оның қып-қызыл гүлдері көзін жауын алады. Хош иісі мұрныңды жарады. Келесі: заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтіні деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай деген сұрақ қойылады. Үшінші суретпен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды дейді. Үшінші суретпен оған мазмұны сәйкес келетін мәтін, ол үшінші мәтін екен. Айболға мұғалімнің ескерту жасағаны. Енді неліктен ескерту жасады? Үшінші суретке үшінші мәтін сәйкес келеді. Айбол гүлді жұлып алып, мұғалімге табыстаған үшін ескерту алды деп жауап берсек болады. Келесі: сен Айболдың орнында болсаң, мұғалімнен кешірім сұрар ма едің? Әрине, жасаған қателігім үшін мұғалімнен кешірім сұрар едім деп жауап береміз. Келесі: үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлікте түсіндіру, дәлелдеу пікірі беріледі. Өйткені ол гүлді жұлып алып, мұғалімге ұсынды. Үшінші бөлікте қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап, мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады. Енді 18-ші жаттығу: суретке қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтінін құрастырамыз. Әңгімелеу мәтіні дегеніміз, яғни ол бізде бірінен кейін бірі болатын іс-әрекет жайлы хабарланатын мәтінді айтамыз. Яғни суретте не болып жатқандығын сипаттауымыз керек. Біздің сынып қоңырау соғылды. Әдебиет сабағына оқушылар дайындалды. Мұғалім оқушылардан үйге берілген тапсырманы сұрап жатыр. Осылай мәтін құрасақ болады. Келесі: сипаттау мәтіні, яғни пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады дейді. Пайымдау мәтініне қай мәтінге сурет берілмеген дейді. Яғни пайымдау мәтініне сурет берілмеген екен.
Келесі, пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Пайымдау мәтініне сыныптың іші және сыныпта сабақ болып жатыр, мұғалім үй тапсырмасын орындамай келген оқушыға ескерту жасап, күнделігін сұрап жатқан сурет салуға болады екен. Сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастыр дейді. Енді менің сыныбымда ақылды, білімді, алғыр оқушылар жиналған. Оқушылар бір-біріне сондай жанашыр, өйткені сабақта топтық жұмыс жасап, бір-біріне көмектеседі. Сондықтан оқушылардың барлығының үлгерімі өте жақсы.